Сәлем достар, бүгін мен сіздермен осындай әп-әдемі, топ-томпақ, дәмі өте дәмді бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Сіздер де менің рецептімен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Оның үстінен шым-шым тұзды, аштықыны, қантты, қаймақ және електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр қатты болып қалмау керек, қолға жабысатындай жұмсақ қамыр болу керек. Және бетін жауып, жылы жерге 2 сағатқа ашығанша қойып қоямыз. Қамырымыз ашыды. Енді үстелдің үстіне ұн сеуіп, ыдысымыздағы қамырды түсіріп, дөңгелетіп, формаға келтіреміз. Дөңгелетіп зуала жасап болғаннан кейін 5 минутқа жұмсарғанша қалдырамыз. 5 минут өткеннен кейін оқтаудың көмегімен ұн сеуіп, жұп-жұқа етіп жаямыз. Мен қалыңдығын 1 см етіп жайдым. Сіздер өздеріңіз қалаған қалыңдықта жайсаңыздар болады. Егер іші томпақ қалың қамыр болғанын қаласаңыздар, қалыңдау етіп жаясыздар. Мен іші бос үрілген болып піскен қамырды бауырсақты ұнатамын, сол үшін жұқа етіп жайдым. Қамырды жайып болғаннан кейін үстіне осылай дөңгелектің көмегімен барлық қамырымызды кесіп аламыз. Қамырды кесіп болғаннан кейін сүлгінің үстіне барлық бауырсақтарымызды тізіп қоямыз. Пленкада қалдыруға болмайды, себебі жабысып қалуы мүмкін. Және бетін жауып 5-10 минут көтерілгенше қалдырамыз. Алдын ала қыздырылған майға бауырсақтарымызды бір-бірлеп салып отырып, қызарғанша 2 бетін аударып пісіріп аламыз. Бауырсақтарымызды майдан алғаннан кейін қағаздың үстіне қою керек, сонда қағаз майды өзіне сіңіріп алады. Достар, мінекей біздің бауырсақтарымыз дайын болып қалды. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Арасы бос, қалың қамыр болмайды, үріліп піседі, жұп-жұмсақ болады. Егер менің рецептім пайдалы болса, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.